Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, отырыңыздар. Бүгінгі сабақта кім жоқ екен? Жарайды, отыра. Үйге қандай тапсырма берілді? Олай болса, құрметті студенттер, назарларыңызды экранға аударыңыздар. Әр қайсыңыздың қолдарыңызға дәл осындай негізде ZipGrade бағдарламасымен жасалған бланкіні ұсынатын боламын. Бланкіге сәйкес сіздерге экраннан 20 сұрақ 5 нұсқасымен шығатын болады. Экранға назар аудара отырып, қолыңызда бланкіге әр дұрыс жауапты мына шеңбердің төңірегінен шықпай белгілейтін боламыз. Түсінікті ғой, олай болса іске кірісейік. Үй тапсырмасын тексеру барысындағы тест тапсырмасын өте жақсы орындадыңыздар. Жаңа тақырыпқа көшейік. Құрметті студенттер, өткен сабақта біздер Конституцияның жалпы бөлімімен таныстық. Еске түсірейікші, Конституцияның бірінші бабының бірінші тармағында Қазақстан Республикасы қандай мемлекет деп сипаттады? Нұрсұлтан? Қазақстан Республикасы әлеуметтік, демократиялық, құқықтық мемлекет. Өте дұрыс, отыра ғой. Құқықтық мемлекеттің негізі не болып табылады? Нормативті құқықтық акті. Өте жақсы. Нормативті құқықтық актіде, құрметті студенттер, біздер білеміз, құқықтың нормалары айқындалып көрініс табады. Құқық нормасы дегеніміз бұл мінез-құлық ережесі, яғни қарапайым тілге айтқан уақытта құқықтар мен міндеттердің негізі болып табылады. Олай болса, дәптерлерімізді ашамыз, бүгінгі күн жадын жазамыз. 12 қыркүйек 2023 жыл. Бүгінгі күнгі біздің тақырыбымыз конституциялық құқықтық мәртебе. Жазып алдық, Ең әуелі Қазақстан Республикасы Конституциясының 2-ші бөлімі адам және азамат 10 мен 39 баптың аралығында жұмыс жасайтын боламыз. Түсінікті ғой, Адам және азамат деген атаудың өзінен белгілі, ең бірінші біз құқықтық мәртебе негізіне өтпес үшін адам мен азамат ұғымының ара жігін ажыратып алуымыз керек. Адам деген, азамат дегенде екеуі бір ұғымды қамтамасыз еткенмен, адам бұл біздегі табиғи құқықтың негізінен басталатын болса, табиғи негізге жақын болатын болса, ал азамат деген сөз белгілі бір адамның сол мемлекетпен байланысынан туындайтын негіз болып табылады, Сонда адам деген сөзі біз барлық адамға қолдана аламыз, ал азамат деген сөзі белгілі бір мемлекеттің азамат ретінде тани аламыз деген сөз. Енді бүгінгі күннің біздің тақырыбымыз, құрметті студенттер, бұл конституциялық құқықтық мәртебе. Жалпы есімізде сақталуы тиіс. Конституциялық құқықтық мәртебеден бұрын құқықтық мәртебе дегеніміз қарапайым жалпақ тілмен айтқан уақытта ол құқықтар мен міндеттердің жиынтығы. Ол бостандықтардың жиынтығы. Яғни сіздің жүріс-тұрыс ережеңіз болып табылады. Сол құқықтық мәртебені, құрметті студенттер, біз 3 топқа топтастырамыз. Жалпы, арнайы, жеке дара құқықтық мәртебе деп. Енді соның ішіндегі жалпы құқықтық мәртебе, ол біздің конституциямыздан көрініс табады. Конституциялық құқықтық мәртебемізді біз жалпы 4 топқа топтастырамыз. Экранға зер салсаңыздар, біріншісі табиғи, әлеуметтік, мәдени, экономикалық және саяси құқықтық мәртебе болып табылады. Енді бұл жерде табиғи құқықтық мәртебе дегеніміз абсолют деп танылады, ажырамайды. Қарапайым ғана тілмен айтқан уақытта сізге өмірге келгеннен бастап пайда болып сізбен бірге өмір сүреді деген сөз. Екінші, әлеуметтік мәдени құқықтық мәртебеде отырғанымыз, бұл сіздің рухани жағдайыңызды, мәдени шығармашылық негізіңізді басшылық қалатын құқықтар мен міндеттердің жиынтығы болып табылады. Қазір мысалдармен түсіндіретін боламын. Әрмен қарай, үшінші саяси құқықтық мәртебе өзінің атауынан анықтамасын беріп тұр. Мемлекет пен адамның, азаматтың арасындағы байланысынан туындайтын құқықтар мен міндеттердің жиынтығы болып табылады. Ал соңғы экономикалық құқықтық мәртебе, бағана сіздер зер салып, мән беріп, зейін қойып тыңдасаңыздар, әлеуметтік мәдениеде мен айттым, рухани шығармашылық қажеттіліктеріңізді өтеуге бағытталады деп. Ал бұл жердегі экономикалық құқықтық мәртебе сіздің материалды қажеттілігіңізден туындайтын құқықтар мен міндеттердің жиынтығы болып табылады. Олай болса, студенттер, қолымызда конституциядан басшылық қала отырып, 2-ші бөлім атап өткеніміздей 10 мен 39 баптың аралығын
негізге аламыз да кезектесіп оқу арқылы экранға зер салып қарасаңыздар топтастыру жұмыстарын жасаймыз. Айтып кеттік қой, табиғи, әлеуметтік, мәдени, саяси, экономикалық біреуіміз оқимыз, талқылап талдаймыз, содан кейін бар орнымыздан тұрып топтастыру жұмыстарына береміз. Ұқтық қой, кеттік, олай болса іске кірісеміз. Жалғастыра Нұрайым. 15-ші бап әркімнің өмір сүруге құқығы бар. Әркімнің өмір сүруге құқығы бар дейді, өмір сүру құқығымыз бұл табиғи, өте дұрыс келіп белгілей ғой. Шыңғыс ала ғой. 15-ші бап табиғи деп жатырмыз. Жарайсын, отыра орныңа. Келесін сағыныш жалғастырып оқи ғой. Заңды түрде белгіленген салықтарды адамды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады. Салықтарды төлеу деп жатырмыз, міндеті деп жатырмыз, Салықтарды төлеу, сіздердің ойларыңызша студенттер, қай құқықтық мәртебенің негізін құрауы мүмкін? Сағыныш? Экономикалық, өте дұрыс. Келе ғой, Тамерлан. Бұл біздегі нешінші бап сағыныш? 35-ші бап. Тамерлан, экономикалыққа топтастырамыз. 35 экономикалық. Жарайсыз, отыра қойыңыз. Келесі жалғастырамыз, дайынап оқи қойыңыз. Азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналыстар, митингілер мен демонстрациялар шерулерге және тосқауларға тұрған қаталады. Бұл бізде 32-ші бап. Митингілер өткізу, демонстрациялар өткізу, шерулер өткізу деп жатырмыз, Бұл біздегі сіздердің ойларыңызша қай құқықтық мәртебеміз болуы мүмкін? Саяси, мемлекетпен тығыз байланыстан туындайды. Келе қойыңыз. Әлима? Әли, келе қойыңыз. Бұл бізде 32-ші бап. Саяси құқықтық мәртебеміз. 32-ші бап. Жарайсыз, отыра қойыңыз. Келесі, бейбар жалғастыра қойыңыз. Қазақстан Республикасының азаматы басына келген науқастарға мүгедек болған асыраушысынан айырылған жағдайда және өзге де заңды негіздерде оған ең төменгі жалақы мен зейнетақы мөлшерінде әлеуметтік қамсыздандыруына кепілдік беріледі. Ерікті әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандыру қосымша нысандары жасау және қайырымдылық көтермеленіп отырылады. Бұл бізде қай бап Конституцияның? 28-ші бап. Әлеуметтік қамсыздандыру өзінің атауынан белгіленіп тұр. Зейнетақы мен жәрдемақымен қамтамасыз етуі. Сонда бұл бізде 4 топтың әлеуметтік мәдени негізін қамтамасыз етеміз. Арсен, келе қойыңыз. Жарайды. Отыралы. Келешекке кемел біліммен қадам басып, бірнеше тілді меңгерген тұлға болып қалыптасу міндетіміз. Ол үшін қазірден бастап кішкене қадамдар жасап жатырмыз. Әдеттегідей ағылшын тілінде басқа мемлекеттердің құқығы туралы айтып көрелік. Студенттер. Олай болса алғашқы сұрақ, what do you know about the Chinese legal system? Chinese legal system is largely a civil law system. Sit down, please. Continue. What is the form of government in UK? The UK constitutional monarchy, the head of state monarchy, not president, whose duties and powers conscribed by convention. Good. Last question. When was the basic law of Italy adopted? Italy is a parliamentary unitary state. The basic law of the state in the constitution adopted in 1947. Жарайсыздар. Енді бүгінгі өздеріңіздің сабақ процесіндегі іс-әрекеттерге QR код арқылы баға берсеңіздер. Алайық, үйге тапсырма Конституциямыздың 2-ші бөлімі адам және азамат қосымша мәліметті өзімнің кітабынан Қазақстан Республикасы Конституция құқығынан ізденсеңіздер болады. Түсінікті ғой, үй тапсырмасы. Бүгінгі сабақ түсінікті ма, құрметті студенттер? Сұрақ бар ма? Барлығын түсіндік. Бүгінгі сабақта белсенділік танытып, қазақ тілінде де, енді бұл топ білесіздер ғой сіздер. Қазақ тілінде де, орыс тілінде де, ағылшын тілінде де сөйлейсіздер. 1000 қадамдық жол бір қадамнан басталады дейме? Олай болатын болса, бүгін сол бір қадамды бастап жатырмыз. Сондықтан мен бүгін Арсенімді 95 балмен және сабаққа қатысып талдай алған үшін, нормативтік құқықтық актімен жұмыс жасай алған үшін Сағынышты 90 балмен және де мына жерде сабаққа қатысып өзіндік пікірмен алмасып отырған Айтжанға 80 балмен бағалап отырмын. Сабақ аяқталды, құрметті студенттер, сау болыңыздар.
Жаңа білім мен дағдыны қалыптастыруға бағытталған кіріктірілген сабағымда Mentimeter, Slidesko, Zipgrade, WordWall жаңа технологиялар қолданылды. Сондай-ақ мемлекет және құқық теориясы мен философия мен ағылшын тілдерімен байланыс жасалынды. Термин сөздерге анықтамалар берілді.